Бамблби. Это дорога с Катовицы. на Зеленые горы. Зеленые горы через Вроцлав. Да, мы сейчас будем Вроцлав проезжать. Кстати, мы в Вроцлаве уже. В Вроцлаве уже были. Вроцлав там ползок. И вот по второй круг уже. Ой, блин, вообще смешно, но... Да. Такие вот дорожные приключения у нас возникли по приезду в Европу. Дороги хорошие, в общем, с двух сторон такие леса, холмики даже есть. Да, деревья прямые, высаженные, видимо, искусственно. Да, такое небо красивое. Кстати, открытое, чем Катовице. Там вообще было пасмурно, как Не, видите. Здорово. Да, пасмурно, лучше пасмурно. Сейчас солнце вот начало светить, с одной стороны красиво, хорошо, но становится жарковато. Ыстықтап кетеді барым. Сол әйнекті ашуға тура келеді, как шамы біледі. Тура келеді? Да? Блин, қазақтың тілі тура келеді. Қалай тура келеді? Хочется аудармасы тура келеді ме? Иә? Қазақ тілін әрбір қазақ адам білу Жоқ, керек. просто біздің властары просто, может, наверное, оралатын шығармыз, бірақ мына латиница, ол, блин, бред полный, оларға айтатын бред. Не протащили, ақшаны жеп, жемқорлықтар жеп алды. Я латинцымыз тоқтатты қойыл, ЛРТ сияқты. Так что, блин, құдай сақтасын. Құдайдан қорықпаймын, ничего. Бастарымен істемейтін шығар. Я хотел сказать, тура келеді, как переводится, хочешь сказать, Ну, да? хочется открыть, хочется открыть әйнекті, ашқым тура, ашуға тура келеді. Типа хочется открыть. Өйткені ауа райы ыстықтап кетеді, машинаның ішіне қызиды. Я көліктің іші ысып кетеді күннің көзінде. Сол себептен әйнекті ашқым келіп тұр, немесе ашуға тура келеді. Изучаем казахский язык. Нет, Дорогие телезрители. мен изучать етіп жатқан жоқпын. Жоқ, біз телезрительдер басқа өйткені көрермендер, Россиядан көрермендер бар. Кейбірлері сұрайды, общедоступный анау тілмен жазыңдаршы, бірдеме сондай бір комментарий болды. Біз сол Оған айтарын, типа үйренсін деп. достар, біз енді әрине екі тілде, үш тілде жарнама You must learn Kazakh language. Dear friend, dear подписчик. барлықтарға түсінікті болғандай үш тілде айтуға тырысамыз. Өзіміздің ана тіліміз қазақ тілінде. Сосын біздің елде Біздің анау властарымыз дамытпаса, олардың мұршамы келмесе, біз өзіміз дамытамыз. Халық, өйткені күш халықта конституцияда жазылғандай. Бірінші күш емес, первый источник власти, первый источник